Достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет пирожкилармен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін видеоны қараңыздар. Өте оңай. Соңына дейін видеоны қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бастайық. Бірінші бізге пирожкиміздің қамырын жасап алуымыз керек. Ол үшін жылы су керек. 250 мл жылы су құйып аламыз. Және дрожжымды. Дрожж бізде бір ас қасық болса жетеді. Дрожж және де жарты ас қасық тұзымызды және де қантымызды жарты ас қасық саламыз. Жақсылап араластырамыз. Не араластырып алдым жақсылап. Енді 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Енді қамырымызды қолмен иетін боламыз. Қатты болмасын қамырларымыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын болу керек. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қатты болмау керек. Жұмсақ қоямыз. Енді бұны біз 1 сағат, жарты сағатқа тындырып қоюымыз керек. Содан кейін пісіретін боламыз. Міне біздің пирожкиміздің қамыры дайын болды. Енді біз оны жақсылап бөлікке бөлеміз. Домалақтап бөлікке бөлеміз. Бөліп алдық, енді домалақтап шығамыз. Осылай болу керек. Барлығын осылай жасап шығам. Міне осылай домалақтап алдым. Енді 10-15 минутқа тындырып қоям. Оған дейін біз ішіне салатын қоспасын дайындаймыз. Енді начинкамызға бастаймыз. Ол үшін картошкамызды жақсылап езіп аламыз. Езіп алдық. Енді оған қуырылған пиязымды салам. Бұндай пияздың орнына көк пияз қоссаңыздар да болады. Жусай болмаса қоссаңыздар болады. Мен кәдімгі пиязды майға кішкене қуырып салдым. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді түйеміз. Тұз кішкене салдым. Тұзды ұмытып бара жатыр екен. Жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Бұрыш, қара бұрыш қалаларыңызша қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш. Енді біз пирожкиларымызды түйіп бастаймыз. Бізде духовкадағы пирожки болады. Салып түйеміз. Осындай формада осылай шығады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Осылай жасап шығамыз барлығын.
Енді пирожкиларымызды табаға салып шығамыз. Салып, жұмыртқамен бетін жақсылап жағып шығамыз. Мінекей, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ. Мен сіздерге көрсетейін, ішін жарып ашып. Міне, осындай әдемі болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер, өте оңай рецепт. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлнаш.